Алтыншы дастарханнан 2 кісі, 7-ші дастарханнан 2 кісі, 8-ші дастарханнан 2 кісі келсінші, келгені біледі. 6 кісі ақ тілектерін аздап жеткізіп берсінші, кәнекей. 6-ші дастарханнан 2 кісі келіңіздер. Ал келіңіздер. Құрметті қонақтар, мені түсініңіздер сіздерде. Қазір бәріміз тілек айта берсек, ана кісілер өзі шаршап қалды, өлген кісілеріміз. Ал сіздер келіңіз. Кел. Ережандар айтып жіберсін. Ал келіңіз. Қайсысы мерекедегі қайсысы? Кел ағашы. Төртеу? Болды ма? Ерлан келсекші. Келіңіз аға. Болды ма? Бірінші. Құдалар жағынан, қара жақтан. Қара жақтан келген құдалар қайсыдан? Келді ғой міне? Иә, келді. Алдау. Алматыдан келген құдалар бар ма араларыңызда? Болды. Тараздан келгенше. Болды, басып, өткен қайсы. Құдалар бастасын. Рахмет амана. Апа, жәке, жастарыңыз, жасқа жетіп, тойларыңыз құтты отқан. Тойға баса берсін. Не деп айтады? Таусылындай таусылмайтын. Қанаты, яғни денсаулық берсін. Сіздерге ет бауырларыңыздан жаралған ұл қыздарыңыз, немерелеріңіз, асықтай ұлдарыңыз бар. Солар жүйересіне жете беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын, тойларыңыз той баласа берсін. Кластастарыңыз бағана көп жақсы нәрсені айтып кетті. Кластастарыңызға аумин болады негізі. Айтады ба көпшілік. Жора жолмас өзгере береді, кластас деген бір бітім, кластас өзгермейді екен. Сол кісілердің тілегіне қосылған кластастарым. Қалтаға салып сөйледі ғой, молодец. Тойлар той қаласың. Құрметті тойшыл қауым, той иесі күйеу бала боламын, қарындастан отырмыз. Ал енді алтыннан ардақты, күмістен салынақты, аузын ашса, ажарынан жүрегінің бауыры көрінетін. Ақ жарқын, ақ көңіл, бауырмал, қайнаған, және де ақылы сымбатты, бірінде де ажарлы, көзінен күн көрінген, қатарынан ай көрінген, мейірімді, жеңген. Сіздердің бүгінгі алтын тойларыңыз құтты болсын. Дендеріңіз сау болсын. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік болсын. Үйлеріңде ішінден ынтымақ бірлік, денсаулық, ғұмыр болсын. Бала-шағаларың өсе берсін, немере-шөберелерің, ұрпақтарың өсіп өне берсін. Осы жасқа дейін енді бала-шағаларыңыз тәрбиелеп, әперіп, өсірдіңіздер, жеткізіңіздер. Енді солардың жемісін көріп,
немерелеріміздің, шөберелердің бала шағаның ортасында ұзақтар мәңгілік сәнді өмір сүре беріңіздер. Ай шіркін. Және де бүгін осымен 44 жыл күйеу баламын ғой, сіздердің өкшелеріңізді басып келе жатырмыз. Бұл 44 жыл бойы бір айта алмай жүрген нәрсем бар еді. Ой шіркін. Бүгін айтайын деп тұрмын. Айтыңыз ал. Қайнаға, сіз маған бірден бір әй деп көргенсіз. Бір сасаңды шашайып тапсыз. Сол үшін де мен сізге ризалығымды білдіріп, рахметімді айтайын деп тұрмын бүгін. Рахмет сіздер. Бақытты болыңыз. Қайнағаңызға бір құшақтап қойыңызшы. Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді, осы күнге дейін бір қолыңыздың ұшын тигізген жоқсыз дейді. Баяғыда бір күйеу бала ішіп алып қайнағасының басына ауыртқан, қайнағасы бұрылдары беріп күйеу баласы жатқызып тастапты. Күйеу баласы ертеңде еш жиып қайнағасын салдырып жатыр дейді. Қайнаға, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған, сіз неге маған қол көтересіз десе, қайнағасы айтады дейді күйеу баласына. Пайғамбардың күйеу баласы сен сияқты атқа шомылған шығар деп айтады дейді. Сондықтан сыйлағанның құлы болды деп, өзіңіз қандай азаматсыз, бұл қайнағаңыз да сізді сондай құрметтейді. Рахмет, бір-біріміздің арамыздан сыйластық кетпесін. Ал ағалар, қайсымыздағы тілекті жалғастырып өтсек? Жаңа айтып жатқанда міне ең алса келген, Өскемен келген замашамыз болды. Ең жақын қонақ келген мен бір шатырдың астында көрші болмыз, көршіміз. Сіздерге міне тілейтін зор денсаулық, ашық аспан дегеніміз жетіп осындай алтын тойға келіп жатсыздар тағы да. Оған келген де бар, келмеген де бар. Я осы тойыңыз құтты болсын, бала шағаның игілігін көріп, тұрмыс жастарыңыз ұзақ болсын. Бір жастықта екеулеріңіз осылай әдемі кәртікке жасай беріңіздер. Немере көріп шөберелердің қолына май дейтін болыңыздар. Бірінші байдық денсаулық, денсаулықтарыңыз зор болсын, құтты болсын дейміз. Жаққа келіп беріңдер, көргендеріңіз көп, немере жиендеріңіз санатойға отыра беріңдер, жүз жасаңыз. Ағатәтен, алтын тойларыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын, немере көріп отырсыздар, шөбере көріп, немені сүйетін болыңыздар, жүзге келіп абай айтатын болсын. Япырау қайда сол жылдар, махаббат, қызық мол жылдар, ұшып кетті құрғырлар, қызық болған сол жылдар деп, сол жылдарды жүзге келіп, осы күндерді еске алатын болыңыздар. Байларыңыз құтты болсын. Құрметті қонақтар, міне бүгін үлкен зәулім әдемі шаңырақта міне нағашы апамызбен жездеміздің үлкен әдемі елу жылдық алтын тойы болып жатыр. Барлығымызға қайырлы құтты болсын. Енді бұл тойға жету өте қиын. Міне балаларына, осы әкеміз бен жездеміздің балаларына, міне қыздарына, келіндеріне, барлығына көптен көп рахмет айтамыз. Енді біз кім деп ойламамыздар. Міне әкеміз отыр 90 жаста деп жаңа бата беріп атқан міне әкеміз, яғни шешеміз бен міне тәтеміз, әкеміз тәтеміз бір туысқан. Яғни нағашы апамыз өте жақсы көретін міне нағашы атамыз сол татын бастап келген міне ұлдар, мына жерде қыздар, келіндер. Міне осы нағашыларымыздың тойына келіп отырмыз жан-жақтан. Сол осы той қайырлы құтты болсын. Міне енді 2 жыл бұрын шешеміз отын еліп болып кетті. Жомарт өткенде қайта звондайды, келесіз бе деп. Жомарт қайтам енді шешемнің бауыры ғой, енді қалай бармаймыз, нағашы апамызға келеміз деп уәде бердік, міне келіп тұрмыз. Жездеміз мен тәтеміз міне көп жыл еңбек етті, жездеміз мұғалім болды. Жезде енді ауырмамыз, тәтеміз екеуміз тағы
шешемізден аумай кеткен. Ақылман тәтемізге ақылман тәте дейміз. Қарап міне бүгін осы тойда міне қыздар шешемізді еске алып көріп отырмыз, шешемізді көріп отырмыз. Сондықтан жүзге келіңіздер, ауырмаңыздар. Сіздердің енді өз балаларымыз бар, өз немерелеріміз бар. Бірақ енді жаңа айттым ғой, сол шешеміз сіздерге бізді жақындастырып кетті. Енді сол бізді ұмытпаңыздар. Өз балаларыңыздай көріп. Сол барлығымыз аман болайық, арамызда татуластық болсын. Сол біз сіздерге бар жүгінді осы бала шағаларымыз кішкентайда міне олардың өзі міне семьялы болып жаңа балаларымыз міне шығып жатыр. Сол немерелерімізді қызығын көре беріңіздер, шөбере көріңіз, жездемізді ренжітпеңіз, жездемізді баға беріңіз, ауыртпаңыз, сол екеуіміз жүзге келіп арамызда жүре беріңіздер. Тамашаға микрофон алмасам болмайды бұл. Ал ең ішінде аз сөйлеген ағамызға кредиті жоқ қонақ деген атау бергіміз келіп отыр. Өйткені кредитіңіз болса компьютерде өшіп қалсын. Аға сізге айтып жатыр, ең аз сөйлеген сізсіз. Сондықтан үйіңізде кредит болса компьютерден өшіп қалып, үйіңізде отбасыңыз, әулетіңіз кредит деген бәледен жоқ болсын. Дастархан бір фото, одан кейін 7-ші дастархан бір фото, 8-ші дастархан бір фото жасап берейік. Айтамыз, сосын ойнаймыз, билейміз. Ал кімден береміз? Құдалардан берейік, құдалардан сұрайық. Міне, жас болса да, бас болған біздің құдамызды аластыраймыз. Сіздер қыз алысқан құда. Қайындастар қалмасын. Құда екеуі енді жеп Алланың берген жасын жасаймайсың, елу жылда құтты болсын. Мынау сәбилеріне ата жеп осы сыйлы болып жүре берсін ортамызда. Құданың арасында басынан бауыр болсын, өмірің қызық болсын, үйіңді қызық етпесін, жақсы құда болсын. Халқымыздың бүгінгі айтылған түйін баталары баршасының ерекше қабілетті себепші Жәнібек Рахима анамыз бай-бәйбіше болып жастары 100-ге жетсін.
Естіп